Құрметті достар, мен мына Уценкадан сатып алған монстера гүлімді бүгін емдеп, жаңа топыраққа отырғызайын деп отырмын. Қарасаңыздар, бұл өте арзан бағада сатып алдым. Мына жапырақтарының барлығы ауырып, шіріп тұр. Қараңыздар, өте жаман жағдайда. Дәл осыны егер қалай емдеп, қалай не істегенімді, қандай препараттар қолданғанымды білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Толыққанды барлығын видеода көрсететін боламын. Мына қараңыздар, Уценкадан алғанмын. Өте арзан бағада түсті бұл маған. Дәл осылай Уценкадан алып, арзан гүлдерді, болмаса ауырып тұрған гүлдерді емдеуді үйренемін десеңіздер, видеоны соңына дейін қарап, каналға жазылып, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Қазір енді мен мына жерде топырақ құрамын жасап қойдым. Осыған барлық препараттарын қолданып, мынаның тамырын ашып, қарап, қазір көретін боламыз. Сіздерге көрініп тұрса, тамыры жақсы. Мына аппақ әдемі тамырлары бар. Мынау уақытша транспортировочный грунтта отыр. Бұны барлығын алып ашып тастаймыз. Мына жерде байқасаңыздар, мен өзімнің жасаған топырағымды мына бұрышына, гүлді мына бұрышына, екеуін гүлден шыққан топырақты бір-біріне араластырмаймыз. Себебі мына өзіндегі топырақ зараженный болуы мүмкін, бактериальный аурулармен. Сол себепті бұл топырақты міндетті түрде тастайтын боламыз. Назар аударсаңыздар, қараңыздар, мына жерде мынандай бір шірген соғы шығып жатыр. Мына шығып келе жатқан жапырағы, ішінен шірген. Осының соғы шығып жатыр, суы. Мына шығып келе жатқан жапырағы да бұны талып тастадым. Жаңадан жапырақтармен қуантады деген ойдамын. Тамырлары жақсы. Барлығы шіріп кетпеген. Ары қарай алып кетуі керек. Бөліп отырғызса да болады екен. Бірақ мен бөліп отырғызбаймын. Тамырының барлығын босатып алдық. Енді бұны кәдімгі жылы сумен жуу керек. Мен қазір жуып сіздерге көрсетемін. Мінекей достар, мен жылы суға тамырының барлығын, шірген тамырларын барлығын алып тастап, жуып алып келдім. Енді жылы су дайындап алдым бір ыдысқа. Және мынандай фитоспорин деген препаратпен бұны емдейміз. Бұл дегеніміз, қарасаңыздар, для лечения и профилактики грибковых и бактериальных болезней. Тамырындағы болатын бактериалды грибковый ауруларды емдейді. Осылай суға салып, фитоспорин суға тамырын осылай салып қоямыз. Мінекей достар, осылай фитоспорин суда бір жарты сағаттай тұру керек. Жарты сағаттан кейін алып, бұны кептіретін боламыз. Мінекей достар, фитоспорин қосылған жылы суда тұрғанына жарты сағат болды. Енді бұны мен кәдімгі мінекей мен мына горшокқа отырғызамын деп дайындап қойдымын. Қатты үлкен емес. Сәл үлкендеу болса да ешнәрсе етпейді, алып кетеді. Мен бұны бөліп отырғызбаймын. Қазірше дәл осылай қойып, тағы да бір жарты сағат, бір сағатқа
кептіруге қоямын. Фитоспорин судан кейін міндетті түрде кептірілу керек. Міне жарты сағаттан астам уақыт тұрды. Тамыры кебейін деді. Ендігі неде бұны отырғызамыз. Міне жаңағы айтқандай, мына топырақты мен қолданбаймын. Өзінен шыққан топырақты. Отырғызбас бұрын мен достар, мына тамырынан андай карнивин деген препарат себемін. Себебі көп тамыры шіріп кетті ғой, жаңа алып тастадым барлығын. Міне бұл стимулятор, міне стимулятор корнеобразования дейді. Бұл тамырдың тез өсіп алып кетуіне септігін тигізеді. Бұл андай ұнтақ ақ порошок сияқты болады. Осылай тамырының барлығына сеуіп, тамырының барлығына осылай сеуіп отырғызамын. Мен жаңа мына жерлерді кесіп, мына нұрларды шіріген жапырақтарын алып тастаған едім ғой. Осы жерлерге негізінде активированный угольді ұнтақтап, сіздер сеуіп қойсаңыздар болады. Мына жерден зараженный болып кетпес үшін солай жасап қойсаңыздар болады. Мен олай жасамадым, активированный угольім қалмаған екен. Келесіде себетін боламын. Мінекей достар, осылай отырғызылды монстера гүлі. Міне қараңыздар. Жапырақтары майысып тұр. Кейін мен бұл гүлдің қалай өзін сезінгенмен сіздермен бөлісетін боламын. Қазірше мына жаңағы ауырып тұрған жапырақтарын мен алып тастамаймын. Және де мынаны былай ойып алып тастауыма болар еді, бірақ одан ешнәрсе өзгермейді. Жаңадан әдемі жапырақтары өсіп, өз қалпына келгеннен кейін барып, бұл жапырақтарды мен кесіп алып тастайтын боламын. Мына топырақтың бетіне мен андай керамзит жаңағыдай қойып қойдым. Әдемі көрінсін деп, просто топырақтың ішіне де керамзит, жаңағыдай ұсақ керамзит қосылған негізінде. Просто да бетіне әдемі көрініп тұрсын деп осылай жасап қойдым. Достар, мен су бүркігішіме жаңа эпин қосып қойғанмын. Қарасаңыздар, қосылғаны көрініп тұр. Не себепті эпин? Цирконым менде таусылып қалыпты. Эпинді негізінде стимулят, жаңағы стресстен шығаратын препарат. Негізі бұл гүл уже стресске түсіп қойған. Негізі циркон себуім керек еді. Егер менің каналыма кіріп көрсеңіздер, эпин мен цирконның айырмашылығы, қайсысын қай кезде қолдану керек деген видео бар. Соны көрсеңіздер болады. Эпин стресс болдырмау үшін себеді, цирконды стресстен шығару үшін себеді. Енді эпин себемін. Қазір бұның екеуінің қызметі ұқсас. Айырмашылық болғанмен, мен осылай жапырақтарына себетін боламын. Бұған мен енді 4-5 күнге дейін су құймаймын, себебі жаңа фитоспорин суда тұрды. Сол себепті де су құймаймын. Топырағы толығымен кеуіп, 4-5 күн болмаса бір аптадан кейін циркон қосылған су құямын. Цирконды топырағына сумен араластырып құюға болады, эпинді құюға болмайды, тек шашу керек. Егер түсінікті болса, барлық видео соңына дейін қараған болсаңыздар, видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға жазып кетсеңіздер, міндетті түрде мен жауап беретін боламын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.